Сәлеметсіз бе, қымбатты достар. 25 жылдың 9 маусымында Apple Work әзірлеушілер конференциясының негізгі тұсаукесері өтті. Бұл қысқа, бірақ мазмұнды бейнеде маңызды мәліметтерді жіберіп алмай, каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Apple тағы да 27 маусымда Apple TV арнасында шығатын Брэд Питтпен бірге Формула 1 фильмін жариялады. Біз күтеміз. Apple бір жыл ішінде шыққан Apple Intelligence-тің барлық функцияларын еске түсіруге шешім қабылдады. Биыл жаңа елдерде сервиске қолдау көрсетіледі. Бірінші ірі хабарландыру бұл iOS 7-ден бері алғаш рет жаһандық деңгейде өзгеретін дизайн. Бұл болады әмбебап кросс-платформа дизайны барлық операциялық жүйелерде қолжетімді. Барлық элементтер түбегейлі қайта қаралды. Жаңа стиль сұйық әйнек деп аталады. Мөлдір түймелер, жаңа анимациялар ашу, айналдыру, навигация, нақты өмірден алынған әйнектің сыну философиясын қолдану және нөмірлеу. Енді операциялық жүйелер 26 саннан басталады. iOS 26 құлыптау экраны жаңа күн, сағат және түйме дизайнын алады. Жаңа құлыптан босату анимациясы. Жұмыс үстелінде белгішелер, жаңа қараңғы режим қайта салынып, Clear Look, жаңа мөлдір көрініс қосылады. Параллакстың тритв әсері айқынырақ болады. Музыкалық ойнатқыш анимацияны бүкіл құлыптау экранында ойнай алады. Камера қосымшасы қайта жасалды. Фотосуреттер мен бейнелердің екі негізгі бөлімі. Сіз әлі де құбырлармен ауыса аласыз, содан кейін режимдердің бүкіл каруселі ашылады. Фотосурет қосымшасының дизайны тағы бір рет өзгерді. Қазір кітапхана мен жинақтар қалталары жатыр. Safari браузерінде ақпарат шетінен шетіне дейін орналастырылады. Мөлдір бар ақпаратты аз жасырады. FaceTime функциясының түймелері автоматты түрде жасырылады. Виджеттер қосылды, соның ішінде көлік жүргізуге назар аударуға мүмкіндік береді. Бір тамшы ультра бұл кокпит пен мультимедиялық дисплейге арналған бірыңғай интерфейс дизайны. Apple'дың арнайы дизайны сандық аспаптар үшін қолжетімді, мысалы, климатты бақылау. iOS 26-да негізгі қосымшалар қайта жасалды. Қоңырау шалушы бірыңғай бастапқы бетті алды. Жоғарыдан таңдаулар, содан кейін дауыстық хабарландырулары бар соңғы қоңыраулар, ал төменгі жағында мөлдір қойынды жолағы бар. Кіріс қоңыраулар экранын өзгертті. Белгісіз нөмірден қоңырау алған кезде, Call скринингі фонда кіріс қоңырауға автоматты түрде жауап береді, не қажет екенін және кім қоңырау шалатынын сұрайды. Жауап беру түймесін басқанға дейін маңызды ақпаратты көрсетеді. Бірақ та біздің елде оны қолданбаймыз 100%. Hold Assist функциясы пайдаланушы оператор желісінде тікелей кезекте тұрған кезде қосылады. Сіз хабарлама аласыз жауап бергенде, және тітіркендіргіш музыканы тыңдаудың қажеті жоқ. iMessage енді теңшелетін теңшеуге мүмкіндік береді. Фонды меншікті, соның ішінде динамикалық фонға өзгертуге болады. Жүрек соғу жиілігі бар топтық чаттар дауыс беруді жариялауға мүмкіндік береді. Apple Cash көмегімен топтық чатта ақша сұрауға немесе жіберуге болады. Жақсартылған спам детекторын біріктірді. Белгісіз контактілерден алынған хабарламалар бөлек аймақта пайда болады, және сіз олардан хабарлама алмайсыз. Бірнеше кескінді араластыруға және тағы бір нәрсе қосуға мүмкіндік беретін Genmoji функциясы сорылды. Және Image Playground-қа көптеген құралдарды біріктірді. Әзірлеушілер оның API-ге қол жеткізе алады. Чаттардағы хабарларды жылдам аударуға мүмкіндік беретін Live Translation мүмкіндігін қосты. Бұл функция FaceTime-ге, соның ішінде бейне қоңырауларға біріктірілген. Apple Maps бірнеше маршруттарды ұсынады, және қашықтықтан өту уақытын көрсетеді, сонымен қатар қозғалыс кезінде балама маршрут жібереді. Карталар жиі баратын жерлерді есте сақтайды. Apple Wallet де жақсартты. Кілттер қазір көптеген көліктермен жұмыс істейді. Әуе сапарлар үшін цифрлық билеттер жаңартылды, ал құлыптау экранында ұшу барысын көруге болады. Ойын-сауық бөлігінде Apple ойынның жеке қосымшасын ұсынды. Ұсыныстар, каталогы мен шығарылымдары бар Apple Arcade ойындысы, App Store дүкенінен жүктелген ойындар тізімі, контроллерлерді қолдау жақсарады. Сіз достарыңызды ойынға тез шақырып, ачивка жасай аласыз. Әзірлеушілер көшбасшылар тақтасын алады. Visual Intelligence енді тек камерамен ғана емес, сонымен қатар смартфон экранында көрсетілетін барлық нәрселермен жұмыс істейді.
Twitter'де Blazer'ді көріп, скриншот түсіріп, Visual Intelligence'ті Google'да ұқсас суреттерді табуға шақырды. Скриншотта нақты үзінділерді бөліп көрсетуге және ақпаратты дәл іздеуге болады. Жасанды интеллект күндерді және басқа да маңызды ақпаратты анықтайды және оны бір рет басу арқылы күнтізбеге қосуға мүмкіндік береді. Intelligence және жетілдірілген қолданба барлығы iOS 26, watchOS 26 жаңа дизайнға ие болды. Smart Stick, басқару пункттері, штаттық қосымшалар, бәрі өзгерді. Жаттығу workout бірікте өтті. Сіздің жаттығуларыңыз туралы барлық ақпаратты айтудың және оны нақты уақытта тыңдаудың жаңа әдісі. Сағат сізге жаттығудың басталуы туралы, қол жеткізілген нәтижелер немесе жүрек соғу жиілігі сияқты негізгі ойлар туралы, мотивация туралы және соңында жаттығу нәтижелері туралы хабарлау үшін дауыс береді. Функция экранда көрсетілген 8 танымал жаттығу түрінде, ағылшын тілінде жұмыс істейді. Арнайы жаттығулар жасауды жеңілдетті. Ақылды стек жақсарды. Күн сайын бір уақытта жасайтын әрекеттеріңізге негізделетін көбірек сағат ұсыныстары. Мысалы, жаттығу залына келгеннен кейін сағат сізге жаттығуды бастауға кеңес береді. Хабарландырулар мен кіріс қоңыраулардың көлемі айналаңыздағы шуға байланысты өзгереді. Қылқаламды айналдырудың жаңа қимылы мен хабарландыруларды алып тастауға, үнсіз режимді қосуға, таймерлер мен даблдарды өшіруге және смарт стопканы жабуға болады. Қысқасы сағатқа да жасанды интеллект қосты қалған жаңалықтар бет алды. Осымен видео аяқталды. Сіздерге видео жасаған Қазтехногид арнасы келесі кездескенше сау болыңыздар.